Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біз алдыңғы видеода қарастырған оқыту психологиясы дәрісімізді ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі видеомызда біз жасанды интеллект және де нейрожелілерді оқыту мүмкіндіктері арқылы жоғары оқу орны оқытушысының жұмысын оңтайландыру тақырыбын қарастыратын боламыз. Жалпы жасанды интеллект бізде көмекші интеллект, оқытушы ассистент, оппонент, деректерді талдау сарапшысы және де өздігінен үйренетін жүйе. Бұл слайдта біз білім беру саласында қолданылатын жасанды интеллект функцияларын бақылай аламыз. Ең біріншісі, жасанды интеллект ойлау имитациясы, жекелендірілген стратегияларын әзірлеу, оқу материалдарын іздеу, тапсырмаларды генерациялау, сарапшы ассистентті генерациялау және де сұхбаттасушы оппонентті генерациялау болып функциялары 6-ға бөлінеді. Бұл слайдымызда бізде жаңағы функцияның атауы, оның техникалық міндеті, қолдану мақсаты мен артықшылықтар мен кемшіліктері көрсетілген. Әр функцияға жеке-жеке тоқталатын болсақ, ең алдымен жасанды интеллекттің когнитивті процестеріне еліктеу. Бұл функцияның техникалық міндеті үлгі тапсырмаларын автоматтандыру. Қолдану мақсаты жұмыс бағдарламаларын, әдістемелік нұсқауларды, оқу жоспарларын әзірлеу. Артықшылықтары білім беру міндеттерін бірлесіп құруға арналған. Уақыт ресурстарын қысқарту, бұрынғы оқушылар үшін таныс цифрлық ортаны пайдалану. Ал кемшіліктері жасанды интеллект қойылған міндеттердің орындалуын бақылау. Келесі функциямыз оқу материалдарын іздеу. Бұл функцияның техникалық міндеті үлгі тапсырмаларын автоматтандыру. Ал қолдану мақсаты студенттердің қол жеткізген білім деңгейіне сәйкес оқу материалдарын талдау. Артықшылықтары білім беру міндеттерін бірлесіп құруға арналған, уақыт ресурстарын қысқарту және де бұрынғы оқушылар үшін таныс цифрлық ортаны пайдалану. Ал кемшіліктері жасанды интеллект қойылған міндеттердің орындалуын бақылау. Келесі функциямыз ол оқу тапсырмаларын, тесттерді, жауаптарды қалыптастыру. Бұл функцияның техникалық міндеті алдыңғы екі функцияның міндеттерімен бірдей, яғни үлгі тапсырмаларын автоматтандыру. Қолдану мақсаты студенттердің қол жеткізген білім деңгейіне сәйкес оқу тапсырмаларын жазу және де артықшылықтар мен кемшіліктері де алдыңғы екі функцияның артықшылықтар мен кемшіліктеріне сәйкес, яғни білім беру міндеттерін бірлесіп құруға арналған, уақыт ресурстарын қысқарту және де бұрынғы оқушылар үшін таныс цифрлық ортаны пайдалану. Ал кемшіліктері жасанды интеллект қойылған міндеттердің орындалуын бақылау. Келесі слайдта кестеміздің жалғасын көре аласыздар. Бұл жердегі функция атауы жеке оқыту стратегияларын әзірлеу. Бұл функцияның техникалық міндеті білім беру процесін студенттердің жеке білім беру қажеттіліктеріне бейімдеу. Қолдану мақсаты студенттердің білім деңгейіне сәйкес соңғы оқу ұсынымдарын жазу. Артықшылықтары білім беру міндеттерін бірлесіп құруға арналған, оқу ресурстарын қысқарту, білім алушылар үшін таныс цифрлық ортаны пайдалану. Ал кемшіліктері әлеуметтену деңгейінің төмендеуі. Келесі функциямыз ассистент оқытушыны құру. Бұл функцияның техникалық міндеті үлгі тапсырмаларын автоматтандыру. Қолданылу мақсаты студенттерге типтік мәселелер бойынша кеңес беру. Артықшылықтары білім беру міндеттерін бірлесіп құруға арналған, уақыт ресурстарын қысқарту және де білім алушылар үшін таныс цифрлық ортаны пайдалану. Кемшіліктері егжей-тегжейлерді есепке алмай рәсімделген кеңес беру мүмкіндігі.
Келесі функциямыз сарапшы көмекшісін құру. Бұл функцияның техникалық міндеті үлгі тапсырмаларын автоматтандыру, ал қолдану мақсаты студенттердің үлгерімі, қарызы туралы мәліметтерді талдау. Артықшылықтары алдыңғы екі функцияның артықшылықтарымен бірдей, яғни білім беру міндеттерін бірлесіп құруға арналған, уақыт ресурстарын қысқарту және де білім алушылар үшін таныс цифрлық ортаны пайдалану. Ал кемшіліктері рәсімделген тәсіл. Енді соңғы функциямыз ол табиғи тілде қарсылас сұхбаттаушысыны құру. Бұл функцияның техникалық міндеті үлгі тапсырмаларын автоматтандыру. Қолдану мақсаты студенттердің кері байланысын және эмоциялық қолдауын қамтамасыз ету. Артықшылықтары білім беру міндеттерін бірлесіп құруға арналған, уақыт ресурстарын қысқарту және білім алушылар үшін таныс цифрлық ортаны пайдалану. Ал кемшіліктері рәсімделген тәсіл. Қазіргі таңда қашықтан оқыту емес, жасанды интеллект технологияларының өзі білім беру процесіне қатысушылар арасында белсенді талқыланатын тақырыпқа айналды. Жалпы, жасанды интеллект технологиялары ол нейрондық желілер, машиналық оқыту робототехника және де NLP. Нейрондық желілердің ішінде ең кеңінен тарағаны жоғары оқу орындарындағы оқытушылардың жұмысын оңтайландыруда белсенді қолданылып жүрген жүйелер. Бұл жерде сол белсенді қолданылып жүрген жүйелердің түрлерін көре аласыздар. Ең бірінші ол әрине ChatGPT, содан соң Chat-AI, одан соң Lesson Plan Generator, келесі Learning Studio жасанды интеллектісі, одан кейін MyMap жасанды интеллектісі, одан соң слайдтарды жасайтын Gamma жасанды интеллектісі, және де Fusion Brain жасанды интеллектісі қолданылады. Осымен бүгінгі видеодағы дәрісіміз аяқталды. Дәрісіміздің жалғасын келесі видеомыздан тамашалай аласыздар.